қорытындылай келе мен осы кезге дейін айтқан барлық мағлұматтарды жинақтап, затты тауып, затты Қазақстанға дейінгі келу бағасын қалай есептелетінін бәрін жинақтап көрсетпек боламын. Алдымен бұл затты біз Қазақстан нарығынан зерттеп іздеп көрейік. Мысалы үшін Байлер деген кошелекті алдық. Байлер деген кошелектің Қазақстандағы бағасы міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, осы бренд 14 мыңнан сатып жатыр, 7 мыңнан сатып жатыр, 8 мыңнан 10.500-ден сатып жатыр. Женский түрі бар бұның. Мынаның өзі 7500 теңгеден сатып жатыр екен. Кіріп көрейік. Міне 7500 теңгеден сатып жатыр екен. Бұның OLX-тегі бағалары міне тура осы кошелектерді мен тауып алдым. Міне 5500 теңгеден 9990 теңгеден сатып жатыр, даже қымбатта да сатып жатыр. Осылайша сайт заттардың бағалары жаймен түседі. Енді ол затты мен AliExpress-тен іздеп көрейін. AliExpress-тен іздедім, міне тура сол зат $9 шығып тұр. Осы даже $21 шығып тұр. $9 шығып тұр. $9 дегенім қазіргі курс 335-ке көйткенінде шамамен 3000 теңгенің маңайы болады. AliExpress-те Қытайдың сайты, бірақтан бұл жақта заттар арзан. Міне дәлелі осы 3000 теңгеден тұр келуімен. OLX-пен жаңа сату кезекте қарағанда бұл жақта заттардың бағасы арзан екен. AliExpress-пен де заттар алуға болады, бірақтан тағы да затты қайдан іздеуге болады. Одан кейін арзан сайт Alibaba және 1688. 9990, 10 мыңның маңайында дәл осындай маған Байлер кошелектер керек. Бағалары бірте-бірте түсіп келе жатыр, бірақтан тағы да арзанырақ баға іздейміз. AliExpress сайтынан қарап көрейік. Бұл заттарды міне Байлер для женщин деп жазын. Мына жерде бізде $10 көлемінде, $9.25 көлемінде шығарып тұр. Бұны қазіргі курс 329-ға көбейтетін болсақ, бұның бағамы шамамен 3000 теңгеге жуықтайды. Баға біршама түсті OLX-тағы бағадан, сатудағы бағадан. Бірақтан бұдан да арзан бағаны қайдан алуға болады? Бұдан да арзан бағаны 1688 немесе Alibaba-дан аламыз. Мен бірден 1688 сайтына көштім. 1688 себебі ішкі нарыққа арналған арзан сайт болып табылады. Байлер деп жаздым, Байлер деп жаздым, іздеуге маған шығарып берді міне біршама түрлерін. Мынау 22 юаньдық екен. Іздей беріп арзан тауып алуға болады. Біз осы Байлер фирмасының арзан түрін тауып алдық. Оның бағасы 19.8 юань екен. Айта кететін жайт, бұл жерде 30 штукқа дейін 19.8 юаньмен беріліп тұр. Бұл жерде қатып қалған баға емес. Бұнда саудаласып, 3 тал алсаң да кейде 17.8 юаньмен алатындай жағдайға келтіруге болады олармен саудаласып. Маған осы ұнап тұр. Енді онымен кіріп сөйлесеміз, ағылысамыз. Доставкасын сұрадым, маған айттым. Маған бұдан бір-ақ тал ғана керек дедім. Және айттым, бір тал жасап, егер сапасы көңіліне шықса, мен 100 талға дейін заказ беремін деп айттым. Ол сол үшін маған мені тұрақты клиент қылып ұстап қалғысы келіп, доставканы тегін жасап берді. Жаңа айтып өткендей, көп жағдайда доставкалар негізінен тегін жасалынады. Енді бұны қалай есептейміз? Заттың құны 19.8 юань құрады. Мен бір талға келістім. Доставканы маған тегін жасап беретін болды. Қытайдағы Қазақстанға зат жіберіп беруші карго компанияларға дейінгі адрестерге дейінгі доставка 0 юаньға жеткізіп беретін болды. Жаңа айтып өттім, Қытайға юаньмен банк арқылы зат өткізу комиссиясы 4-8% құрайды. Юаньнің бүгінгі курсы бізде 51.5 болды. Оны мен mik.kz сайтынан алдым. Сенімді банктердің көбі осы mik.kz сайтымен жұмыс жасайды. Алматыға дейінгі жеткізу 900 теңге килограммына мен көлікпен жеткізу таңдадым. Маған себебі пойыз өте ұзақ болып кетті, самолет өте қымбат болып кетті. Және менде 10 шақты күн уақыт бар күтуге. Және мен заттың салмағын бірден жаңағы Wang-Wangтан заттың салмағын сұрап алған болатынмын. Ол бір талға коробкасымен қапталған кезде салмағы 200 грамм болады деді. Яғни 0,2 килограмм. Қалай есептейміз? 19.8 юаньді ішкі доставкаға қосамыз. Ішкі доставка бізде 0 юаньді құрады. Оған 4-8% қосамыз. Яғни 19.8 қосылған 0-дің 4-8%-ын бөлек қосамыз. Үстіне қосқан кезде оның құны 20-75 граммды құрайды. Жеткізіп беру 900 теңге болады килограммына. Оны 0,2 килограмм көйтеміз. Сонда бізге шығады
180 теңге. 180 теңгеге зат Алматыға дейін келеді. Алматыға дейін келіп, сіз қаласаңыз Қазақстанның қай точкасында болсаңыз, сол жерге дейін сізге салып жіберу құны 180 теңгені ғана құрайды. 20-75-ті біз МИГ курсы бойынша 51-5-ке көбейтеміз. Сол кезде бізге теңгемен шығарып береді. Оны біз үстіне Алматыға дейінгі доставканы қосқан кезде бізге заттың өз құны шығады екен. 1249 теңге заттың сізге дейін келу бағасы осындай болып шықты. Ана естеріңізде болса, мен сату кезеттен көрсеттім бағаларын 15 мыңға дейін шарықтап тұрған. Одан кейін OLX-те көрсеттім 10 мыңға дейін болды. Одан кейін AliExpress-те көрсеттім 3000 теңгеге дейін болды. Одан кейін ең арзаны Қытайдың ішкі сайты 1688-де көрсеттім. 1688-дегі заттың бағасы сізге дейін 1249 теңгеден келеді екен. Міне мен осылайша Қазақстан нарығында сатылып жатқан Баллери фирмасының әмиянының өз бағасын көрсеттім. Бұл сияқты сатылып жатқан миллиондаған тауарлардың түрі бар. Сіз сол Қазақстан нарығында сатылып жатқан миллиондаған түрлі тауарды осы сайттардың көмегімен Қытайдан тікелей зауыттан өз бағасымен алдыртып 5 есе, 10 есе, 15 есе қосып сіз де сатсаңыз болады.